Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Деп мәз болма, өмірдің мақсаты білімді болғанда ғана орындалатынын, оған жетудің жолдарын өзінің әр шығармасында айтып өткен қазақтың ұлы ақыны Абай. Бүгінгі сабағымыз қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдығына арналып отыр. Сіздер Абай ақынның өлеңдерін білумен қатар математика пәні бойынша есепке жүйрік екендеріңізді көрсетіңіздер. Сабақтың тақырыбы бүтін сандар, рационал сандар. Сабақтың мақсаты бүтін және рационал сандардың жиынын ажырату, координатылық түзуде рационал сандарды кескіндеу, бағалау критерийлері. Бүтін және рационал сандарды координатылық түзуде кескіндей отырып, олардың жиындарын ажыратады. Шамаларды сипаттауда рационал сандарды қолданады. Балалар, қазақ әдебиеті сабақтарында сіздер ұлы ақынның өмірбаянымен таныстыңыздар. Сонымен Абайдың өміріндегі кейбір фактілерді еске түсірейік. Сол үшін миға шабуыл әдіс арқылы берілген өрнектерді ықшамдап, есептерді шығарыңыздар және сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Абай қай жылы туған? Арифметикалық есепті шығарыңдар. Екінші сұрақ: Абай қай жылы қайтыс болған? Сол үшін теңдеуді шығарасыңдар. Үшінші сұрақ: Абайдың әжесінің аты кім? Кестені толтырыңыздар. Пропорцияны орындап, оған сәйкес әріптерді берілген тор ішіне жазасыңдар. Абайдың шын аты Ибрахим. Абай деп әжесі Зере еркелетіп қойған. Ол Абайға халық қазынасын нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, білімге итермелеген ұлы ұстаз тәлімгер ана. Абай қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың отбасында туған. Картадағы Қостанай мен Семей қалалардың арақашықтығы 29,3 см. Картаның масштабы 1,5 миллионға қатынасады. Екі қаланың жер бетіндегі арақашықтығын табыңыздар. Бесінші есеп. Абай, Ысқақ, Оспан ағалы інілер болған. Олардың жастарының қосындысы 33-ке тең. Абайдың жасы Оспанның жасынан 2 есе үлкен, ал Ысқақ Оспаннан 5 жас үлкен. Абай, Ысқақ, Оспанның жастарын атап беріңіздер. Абайдан оқыған табылады, Абайды оқымаған қағынады. Абайды оқы, ерінбе, еркелеме, Абайдан іздегенін табылады. Абай қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген. Әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған. 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Абай жолы 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқы өмірінің айнасы. Тапсырма: 170, 56, 45 сандарға қарама-қарсы сандарын атап беріңіздер. Осы барлық сандар қандай сандар жиынына жатады? Мына тапсырмада берілген сандарды екі топқа бөліңіздер. 10 жағындағы бағанға теріс сандарды теріп жазыңдар, ал сол жағындағы бағанға 10 сандарды жазасыңдар. Жаңа тақырыпты игеру.
Натурал сандар жиыны және оған қарама-қарсы сандар жиыны мен 0 саны бүтін сандар жиыны деп аталады. Ол латын әрпі Z әрпен жазылынады. Z жиынына кіретін сандар -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тағы басқалары. N-ға қатынасы түрінде жазуға болатын сандар рационал сандар жиынын құрайды. Мұндағы M бүтін санға жатады, N натурал сандар жиынына кіреді. Бүтін сандар жиыны 10 және теріс бөлшектер жиыны рационал сандар жиыны деп аталады. Ол латын әрпі Q әрпен белгіленеді. Рационал сандар жиынына -1,4-тен 1 немесе бөлшек -4-тен 5, -7 бөлшек түрінде -1-ден 7, -4-тен 1, 5 сан ол бөлшек түрінде 1-ден 5 деп жазылады. 6-дан 5, -0,3, оны теңдейміз -10-нан 3 деп жай бөлшек ретінде. 0,125 ол бөлшек түрінде 4-тен 1 болады. Натурал сандар жиыны N, бүтін сандар жиыны Z, рационал сандар жиыны Q, нақты сандар жиынына кіреді. Барлық сандар жиынын Эйлер-Верн дөңгелегі арқылы көрсетейік. Нақты сандар R әріппен белгіленеді. Таңбалар ережесін есіне сақта. Жақшаның алдында плюс таңбасы бар санды жақшасыз жазғанда санның өз таңбасы сақталады. Мысалы, плюс жақшаның ішінде плюс 61 болса, ол тек қана 61 болады. Плюс жақшаның ішінде минус 0,2 болса, тең болады минус 0,2-ге. Жақшаның altында минус таңбасы бар санды жақшасыз жазғанда санның таңбасы қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Мысалы, минус жақшаның ішінде плюс 2 жазылса, ол тең болады минус 2-ге. Минус таңбаның ішінде минус 3,3 тең болады плюс 3,3. Таңбалар ережесі плюске плюс тең болады плюс, плюске минус тең болады минус, минуске плюс тең болады минус, минуске минус тең болады плюс. Интернет порталын пайдаланып, компьютермен жұмыс орындаңыздар. Мына сілтемені алып, координатылық түзу тақырыпқа кіріңдер. Тапсырманы берілген орындаңыздар. Бекіту тапсырмалары. Тапсырма номер 1. Сөз жұмбақты шешіп, Абайдың анасының атын айтып беріңіздер. Тігінен, 2-ге бөлінетін сандар қалай аталады? Екінші сұрақ. Қандай санға бөлуге болмайды? Үшінші сұрақ. Анықталған нысандардың бірге топтасуын қалай атайды? Төртінші сұрақ. Ә әрпімен белгіленген сандар жиынын атап беріңдер. Бесінші сұрақ. Бүтін сандар жиыны 10 және теріс бөлшектер жиыны қандай сандар жиынына кіреді? Ал енді жауаптарын тексерейік. Сары бояумен бағанда Ұлжан деген сөз шықты. Ол Абайдың анасының аты. Ұлжан өте сабырлы, кен мінезді, сөзге ұста, тапқыр, шешен кісі болған. Абайдың ерек бала болып өсуіне де анасының үлесі зор. Бекіту тапсырмалар. Тапсырма номер 2. Бірлік кесінді ретінде 4 см кесіндіні алып, суреттегі нүктелерді координаталармен жазыңыз. Шешуіне байқап қараңдар. А координатасы 1,
B нүктенің координатасы 2,2'ден 1, C координатасы 3,2'ден 1, 4 ол D нүктенің координаты, E нүктенің координатысы 5. Тапсырма номер 3. Берілген нүктелерді бір координатылық түзуде кескіндеңіздер. M нүктесінің координатысы -1,6'дан 1, N нүктесінің координатысы 1,3'тен 2, L координатысы 3'тен 1, K координатысы -1,2'ден 1, P нүктенің координатысы 1,6'дан 5. Шешуі бірлік кесінді ретінде 6 см кесіндіні таңдаймыз. Одан кейін ең кіші ортақ еселігін табамыз. 6, 3, 2 сандардың еселігі 6 болып шығады. Бағалау критерийі рационал сандарды координатылық түзде кескіндейді. Екінші тапсырманың дескрипторы сурет бойынша нүктелердің координаталарын жазады. Үшінші тапсырманың дескрипторы бірлік кесіндіні таңдайды. Нүктелерді координатылық түзде кескіндейді. Сонымен балалар, Абай өмірбаяны жөніндегі тесті орындап, бүгінгі Абайдың 175 жылдығына арналған математика сабағын аяқтаймыз. Назар аударғандарыңызға көп-көп рахмет.